Мен Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің 2-ші курс студенті Совет Альбина Азаматқызы «Сұлу бол» байқауының қатысушысымын. Сұлу бол тек түрмен емес біліммен, көрінемін өз орныммен, іліммен. Сұлулық ол жүректегі ізгілік, нәзіктікпен, ақыл менен, түйінмен. Қазақ дәстүрінің атмосферасына қош келдіңіздер. Сәукеле болашақ қалыңдықтың киіміндегі ең маңызды бөлік. Көшпенділер сәукеленің киелі күші бар және ол қызды қорғайды деп сенген. Бұрын бір сәукелеге 1 жыл уақыт кететін. Кейбір ауқатты әкелер бұл бас киім үшін табын-табын жылқы беретін болған. Кейбір сәукеле биіктігі 70 сантиметрге дейін жеткен. Көп жағдайда қалыңдық киюіне және тойға ұзақ жол жүріп баратын. Сондықтан ауыл тұрғындары алыстан келгенді көргенде қыздың аман есен келгеніне қуанып, қарсы алатын болған. Қазақ көйлектері бұл нағыз өнер. Оның әрбір бөлшектері дәстүрге, тарихқа тұнып тұр. Елестетіп көріңіз, әйелдер әшекейлермен көмкерілген жарқын көйлектерді киген. Оның әр қоюлары, әр белгілері жазық дала, көгілдір аспан, асқар тауды білдіреді. Бұл көйлектер бізге табиғаттың өзі көрсеткендей сұлу болады. Ерте заманда қазақ дәстүріне сәйкес қыз балалардың шашына мына шашбауды өріп салған. Тағудың мақсаты шашты ауырлата отырып, қыздың арқасын тіктеу. Көшпелілер шекеліктің тұмар іспеттес күші бар, және ол қыз баланы тіл көзден, көз тиюден, жын шайтаннан қорғайды деп сенген. Бүгінгі образым нағыз көктемдік нәзіктік, ал шашым жел сияқты толқып тұр. Бүгінгі бетарлеуім қоңыр және қызыл реңдермен жасалып, жылы жүзімді толықтырып тұр. Бүгінгі сұлу бол байқауы тек сұлулықтың ғана емес, ізеттілік пен инабаттылықтың, қазақ қызына тән көркем мінездің көрінісі болды.